Тері астына инъекция жасау үшін қолайлы орындар. Олар ең алдымен иықтың сыртқы жоғарғы бөлігі, жауырынның астыңғы бөлігі, санның алдыңғы сыртқы бөлігі, іштің үстіртін жағының жаны. Енді бұл орындар не үшін қолайлы десеңіздер, біз тері астына инъекция жасаған кезде ол жерлерді жиырамыз. Бұл жерлер оңай жиырылады. Келесі артықшылығы қан тамырларының және жүйке жүйелерінің, сонымен қатар сүйектердің зақымдалуы қаупі жағынан олар аз болып келеді. Енді бұл жерлерге қандай инъекциялар егіледі десеңіздер, олар вакцина, инсулин, майлы ерітінділер, сонымен қатар әркімнің ауруына сәйкес, который арнайы шприцтарда дайындалған ерітінділер бар, оларды біз ішке енгіземіз. Біз коронавирус кезінде әртүрлі препараттар шықты, соларды біз ішке енгізген болатынбыз. Сондай арнайы ерекшеліктері бар. Егер де сіз осындай инъекциялардың түрін, сонымен қатар әртүрлі дәрілердің дозаларын есептеу, оларды дұрыс жерге салу, олар асқынған кезде қалай алғашқы көмек көрсету керек, солар туралы ақпаратты көбірек білгіңіз келсе, онда мен сіздерді өзімнің мейірбике курсыма шақырамын. Жалпы бұл курсқа қатысу арқылы сіз бұлардың барлығын біле аласыздар. Сонымен қатар мен сіздерге арнайы сыйлықтар дайындап қойдым. Ол менің атымнан тегін фуршет, арнайы тегін чек-листтар, сонымен қатар осындай жаңа тонометрлерден сіздерге 3 штугын дайындап қойдым. Оны сіз бұл курсқа қатысу арқылы тегін жеңіп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да егер қатысқыңыз келсе, менің инста парақшама жазыңыздар, немесе WhatsApp номерімді тоже тастап кетем, соған хабарлассаңыздар болады. Бұл курс сізге үлкен мүмкіндіктер есігін ашады. Бұл курста сонымен қатар балалар мен ересектер арасындағы айырмашылықтарды айтып өтеді.